Әлемде 5000-нан астам ұлт пен ұлыстар бар екен. Соның тек 92-сі ғана тәуелсіздікке қол жеткізіп, мемлекеттік дәрежеде өмір сүріп жатыр. Солардың бірі де бірегейі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне биыл 30 жыл толып отыр. 21 қазан күні Нұр-Сұлтан қаласында өткен Қазақстан Халқы Ассамблеясының кеңейтілген отырысында президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев аналар кеңесінің жұмысына көмектесу керек екендігін, ұрпақ тәрбиесі отбасынан басталатындығын ерекше айтып кетті. Аналар кеңесінің жұмысының өзегі де салт дәстүрімізді сақтай отырып, жас ұрпақты отансүйгіштікке тәрбиелеу. Бұл жұмысты Алматы облысының аналар кеңесі жеткен жетістіктері баршалық. Барлық жетістіктер тағы да қасиетті мерекемізбен шын жүрегімнен бүкіл жетісулық аналар атынан құттықтаймыз. Еліміз аман болсын, аналарымыз аман болсын, балаларымыз аналармен бірге бақытты болсын.